Қазір барлығы үшінші көзім ашылды ма деп, өздерінен сұрап, сыр жүгіріп жүр. Білесіздер ма? Үшінші көз деген ол интуиция. Интуиция ол әуелден бар. Өзінің ести білген адамға интуицияны естіп, көріп жүрсіздер. Оны іздеп, оқып, үйретші деп нәрсенің керегі жоқ. Ол сіздің ішкі әлеміңізде бар ғой. Оны сіздің өзіңіз жүрегіңізбен тілдесіп, өзіңіздің әр ситуацияда мимен емес, мимен адасасың. Жүрекпен келген знакқа, белгіге мән беретін болсаң, міне сенің үшінші көзің, міне сенің дарының, міне сенің қасиетің, міне сенің үшінші көзің, міне сенің энергияң, міне сенің өмірден ұтқаның, өзіңді тапқаның. Сондықтан да бір нәрсені іздеп аласыздар да, сұрап аласыздар да, менің үшінші көзімді ашуға үйретші деп не істеп кетесіздер. Оны көп адам өзінің тәжірибесінен, өзінің өмірінен, өзінің ішінен табады. Ол барлық нәрсені үйрете беретін ол нәрсе емес. Айттым, сөз де нұсқаушы, әрбір сабақта нұсқаушы, ал ол прямой опыт, ол сіздің ішіңізден келеді, өзіңіздің тәжірибеңізден келеді. Сондықтан да үшінші көзді қалай ашады деп сиқыр таяқтан іздеудің қажеті жоқ. Немесе үшінші көздер ашылғанға басқаша ойбай деп қарап көтерудің қажеті жоқ. Өйткені барлық нәрсені көтеретін, түсіретін де мына өзіңізсіз. Барлық нәрсеге құндылық беріп қоясыз да, өзіңізді құнсыздандырып, бейшарамын деп отыратын өзіңізсіз. Бұл өмірде еш нәрсе бір нәрсемен бағаланбайды. Бұл нәрсе, барлық нәрсе өзіңіздің миыңызбен баға беріп қоясыз. Сондықтан құнды нәрсе кім? Ол мен. Құнды нәрсе деген не зат ол дегенде өзіңізді көрсете біліңіз. Барлық нәрсе мына сіздің ішіңізде, жүрегіңізде.